Науқас 13-ші осы айдың 13-ші жұлдызында түсті. Түнгі сағат 22:50-де экстренный ота жасалып, хирургтармен қаралып, консилиум жасалып, ота жасалып, сонымен қазіргі таңда ол жан сақтау бөлімінде ем шараларын алып жатыр. Жалпы жағдайы ауыр. Ол өткізілген отаның көлеміне байланысты, алған жарақаттардың көлеміне байланысты. Науқас толықтай есінде, пока ем шаралар жүргізіледі. Кесілген, жаншылған көп жарақат дененің. Контактқа түседі. То есть жалпы есінде, ем шаралардың бәрін алып жатыр. Қойылған сұрақтарға дұрыс жауап береді. Пока бізде наблюдениеде болады. Келген кезде жағдай ауырлығына байланысты, қан жоғалтуына байланысты трансфузия жүргізілді ол кісілерге, және де қарқынды ем шаралар жүргізілді. Қазіргі таңда стабильно тяжелый дейді, то есть тұрақты ауыр, но қазіргі реанимациялық шараларға пока тәуелді. Алдымыздағы көрсеткіштердің барлығы қалпына келгеннен кейін, содан кейін полностью активациядан кейін өткіземіз отделениеге. Келген кезде науқас УЗИ-ға түсірді, гинекологтармен қаралды, толықты мамандықтардың бәрімен қаралды. Баланың жүрек қағысы бірқалыпты, пока толықтай күнделікті қаралуда, пока наблюдениеде болады. Реанимация бөлімшесіне бізде отделение, то есть бөлімше жабық болған себепке байланысты біз туысқандарын өкінішке орай қасына жібере алмаймыз. Антибиотиктерін алып жатыр, өзінің күнделікті тамағын жегізіп отырмыз, питаниесін осынан толықтай алып отыр. Өзі оқшауланған палатада, психологпен сөйлесуде, жағдайын бәрі қазір жасалуда.